Біздің қазақтарда Индия киносы десе, анан дейтін шығар, иә. Сонда кинолардың барлығын Болливудта түсіреді. Болливуд Үндістандағы ең ірі және әлемдегі ең танымал кино өндіріс орталықтарының бірі. Болливуд киносының іргетасы 1913 жылы қойылды. Сол жылы Дада Сахеб Фалке түсірген Раджа Харичандра атты үнді киносы сол кездегі алғашқы үнсіз фильм жарыққа шықты. Бұл үнді кинематографиясының бастауы болды. 1931 жылы Алам Ара фильмі шығып, Үндістандағы алғашқы дыбысты фильм ретінде танылды. Осы кезден бастап музыкалық және би көріністері фильмнің ажырамас бөлігіне айналды. Радж Капур, Филипп Кумар, Митхан Чакраборти сияқты аңыз актерлер пайда болды. Бұл кезеңді Болливудтың алтын ғасыры деп атайды. 2000 жылдан бүгінге дейінгі кезең Болливуд фильмдерінің жаһандық деңгейге таралып, шетелде де танымал бола бастаған кезеңі болып саналады. Технологиялар дамып, визуалды эффекттер, жаһандық тақырыптар мен заманауи стильді қолдана бастады. Амир Хан, Шахрух Хан, Приянка Чопра, Айшавер Рай сияқты жұлдыздарды әлемдік деңгейге таныта бастады. Сонда кино индустрияға мен де өзімнің кішкентай болса да үлесімді қосқанымды ертегі сияқты айтып жүрем ғой.